Тазша баланың жиреншеге Қараша сұлудың өлімін естіртуі. Жиренше шешен жолаушылап жүргенде әйелі Қарашаш кенеттен дүние салады. Сапардағы шешенге бұл қайғылы хабарды қалай естіртуді білмей, ел қиналып сасады. Сонда қой соңында жүрген бір тазша бала, "Мені апарыңдар, мен естіртемін" депті. 13 жасар тазша баланы алып, ауылдың ақсақалдары жиренше жатқан ауылға келеді. Биік төбенің басында, дүйім жұрттың ортасында жиренше шешен отыр екен. Тазша бала жиреншеге келіп, "Ассалаумағалейкум, ақылы елден асқан жиренше аға. Сізді аузы мен құс түстеген, аққан өзенді тоқтатқан шешен дейді. Үш сұраққа мұрсат беріңіз" депті. Жас баланың батылдығына риза болған шешен, мойнын бұрып, "Айта ғой" депті ықыласы түсіп. "Бауырың өлсе не дейміз" депті тазша бала. "Бауырың күйіп түсті десейші". "Балаң өлсе не дейміз? Қос бүйрегіңді тірідей суырып алды десейші". "Қатын өлсе қамшының сабы сынды дейміз ғой онда аға" депті тазша бала. "Жоқ, қарағым, жарың өлсе ошағыңның күлі шашылып, 32 қабырғаңды сөгіп алдым десейші". "Ал аға, қабырғаңызға қалқан боламыз" деп қалың ел жұртың келіп тұр дегенде, жиренше секем ала, "Әй көбегір, балаларымның анасы, үйімнің жарық панасы, қос көзімнің қарасы, Қарашашым арманда кеткен-ау дүниеден" деп, ботадай боздағанда сақалынан 6 тарам жас ағыпты деседі. Сонда тазша бала, "Туғаның сенің қара жер, өскенің сенің қара жер, бәрінде алған қара жер, осы ма аға баға бер" дегенде, жиренше шешен, "Қара жерге гүл өссе жарасады, ауылдық жерге қыз өссе жарасады, ана балаларымның панасы емес пе" депті. Кейін сол тазша бала дуалы ауызды шешен болыпты.